Қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен видеомда түсірейін деп шештім. Негізі мен 13 күні заказдарымды алған едім. Алматыдамын. Заказдарымды алып құронда фотоға ғана түсіріп үлгердім де асығыс болып жұмысқа кетіп қалған едім. Енді бүгін сіздерге видео түсіріп, кішкене өзімнің алған товарларымды, әсерімді сіздермен бөліскім келіп тұр. Бірінші өзім сыйлықтарымдан бастайын. Мен негізі май айында тіркеліп, ол кезде заказ беріп, бірінші заказымды алғам, мына екінші заказ. Сол бірінші заказдың жақыннан көрсетейін. Бірінші заказдың кейінгі екінші заказым. Екінші заказда сол бірінші шагтың сыйлықтарын алдым. Жаңағы ол кезде 110 балл жинаған едім. Мынау негізі жалпы 196 балдың товарлары 33 мың. Бірақ бұл жерде толық емес, мен жартылай сатып үлгердім. Мынау қалған товарларым. Ең бірінші несін айта кетейін, сыйлықтарымды. Жаңағы ең бірінші тіркеліп, неткеннен 60 балға жинасаңыз, мына сыйлықты береді деген. Одан кейін бірінші шагтың нелері жаңағы крем для рук, аяққа арналған скраб пен кремдері. Одан кейін 100 балдан артық жинасаңыз, моющее средство для посуды. Бір балдан келді, мынау 1 балға, мынау 1 балға. Мынау жаңа новый каталогымыз. Одан мына қалған товарлар, негізі мыналардан мен үшеуден бергем түлігім. Шампунь для жирных волос и кондиционері бірге. И мынау для нормальных волос шампунь. Алдында қыздар алған, қыздар ұнатты. Негізі басында ой, несі объемы кішкентай екен, тез бітіп қалады деген еді. Одан екінші алып барып ем, тағы да ұнады, шашымыз жақсы болып қалды деп. Сол қалған товарлар осы. Одан гель туралы айта кетсем. Гель для душа. Бұдан да екі-екіден бергем, смородина мен осы вишняны. Смородина өтіп кетті. Смородинаның иісі деген енді керемет. Мен балам айтады ғой, мама сен жазда варенье қайнатасың ғой, бір нәрседен дейді, ол не екенін түсініп тұрған жоқ. Бір нәрседен варенье қайнатасың ғой, сонда осы үйдің иісі варенье болып кетеді ғой, сол сонда екен дейді. Енді ол өтіп кетті, қазір сіздерге оны көрсете алмай тұрмын. Гель для душа осы ең жақсысы маған. Енді қалғандарын әлі алып көрген жоқпын, енді кейіннен тағы бір-бірден алып көру керек оларды да. Қазір новый каталогта скидка болып жатыр екен, оларға жазу уақыты ғой. Гель для душа дегенді ала берсеңіздер болады. Ол сатуға тиімді, қазіргі сезон болғаннан кейін. Енді келесі несін, бальзам после бритья өзім күйеуім алғам. Күйеуім уже 2 рет қолданды. Жақсы екен, жұмсақ, бетке жайлы деп. Одан жаңағы скорая помощь деген нені алдық. Бұл әлі ашылған жоқ. Бір жақсы, товарларын бәрі таза, жаңа айтып жатыр ғой. Онда керемет не болып келген жоқ. Менікі кішкене мына нелерім шаң-шаң болды. Мыналардың сырттары. Енді оны сүрте салдым. Ол енді түсінікті нәрсе ғой. Енді анау Россиядан келгеннен кейін вагонда лақтырылады, бір-біріне реттейді. Жаңа бюроның несі бәрін реттеп, бәрін салып береді. Енді ондай болады. Мен өзім бұрын Avon компаниясында айналысқандықтан мен білем ондайларды. Жарты шампунь жоқ болып келген, жарты гельдер жоқ болып төгіліп, коробка бычыт болып кеткен. Енді ондай 1-2 рет кездесті менде. Сондықтан ондайға кешіріммен қарауға тырысайық. Сол мына нелерімді алдым, енді лактарды алдым. Мынау лактар. Енді осылар мен айналысуым керек, мынау пудралары. Одан кейін пудраларды тональный кремде мынау да жаңағы неге келді ғой, жаңағы сочный персик деген, бұл да 1 балға келді. Жаңағы тональный крем. Бұл негізі мен ойлаймын, одан мұнан заказ бергем, слоновая кость. Ең көбісі алдындағы жаңағы қандай еді, бір мед деген болды ғой, онысы совсем темный болған. Одан сочный персикті беріп, ол кішкене ақшылдау екен, на разницасын қараңыздар. Негізі слоновая костьқа қорықпай бере беріңіздер. Ақшыл цветіне берген ыңғайлы екен енді. Қара цветіне көп сойбаны қап-қара қызғылтым ғой деп сөйтіп жатыр. Одан мына краска алдым, хна. Білмеймін, енді бұлардың бәрін сатып бір нәрсе қылуым керек. Қалғанына духидің әлі иісін көрген жоқпын, әлі ашылған жоқ. Мына жаңа макияж сүртетін средство. Қалған товарларым негізі көп болған, жаңа айттым 33 мыңға, содан қалғандары. Енді товар жайлы айта кететін болсам, жаңа қолданған нелеріміз өте жақсы. Бәрінің несінде упаковкасы бәрі жабылған. Даже мына кремдерін ашып көрсеңіз де, кейбір фирмаларда ондай не емес қой, ашып тұрады, бұнда бетінде пленкасы бар.
ондай ешқандай подделка емес. Сондықтан осы видеомды түсіріп, енді сіздерге өзімнің қуанышыммен бөлісейін дедім. Подаркілерім өте жақсы. Жаңа моющие средства, енді универсальный, стирка дегендерге беріп көрем. Бәрібір үйге керек заттар ғой. Өзіміз үшін қолданып, өзіміздің денсаулығымыз үшін жаңағы табиғи, таза, ешқандай жаңағы қауіпі жоқ, денсаулыққа жақсы деп жатыр. Енді көріп айналысып, келесі заказымды тағы да 100 балға жинауға толықтырамын. Рахмет сіздерге.